Сәлем құрметтім, бүгін мен сіздерге айшыған айраннан жасалатын өте ерекше дәмді тоқаш жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркелмесеңіз тіркеліп кетіңіз, пікір жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Себебі алдағы уақытта менің каналымда шыққан рецепттерді алғашқылардың бірі болып көру үшін өте маңызды. Керек заттарды описание бөліміне жазып кетемін. Алдымен айранымызды алып жақсылап араластырып аламыз. Үстіне құм шекерімізді, тұзымызды, разрыхлителімізді салып жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай көтеріліп жатыр. Келесіде бір жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Келесіде сұйық майымызды салып араластырамыз. Біркелкі болу керек. 300 грамдай ұнымызды салып жақсылап араластырамыз. Біркелкі етіп қамыр жасаймыз. Міне қамырымыз дайын болды. Қолға жабысқақ болады. Ол ештеңе етпейді. Жұмсақ болады қамырымыз, сол себепті қолымызға жабысатын болады. Бұл өте оңай тоқаш. Осылай илеп болғаннан кейін 15 минутқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. Иемі қанғанын күтеміз. 15 минуттан кейін қамырымыз дайын болады. Алып, жайып жасай бересіздер. Өте оңай әрі дәмді болады. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Ұнымызды сеуіп, дайын болған қамырымызды бөліктерге бөлетін боламыз. Бірдей етіп бөліктерге бөлеміз. Шамамен 7-дей бөлік шықты менде. Барлығын біркелкі етіп жайып шығатын боламыз. Бөліктерге бөліп, оны домалақтаймыз. Ұнның көмегі бізге қатты керек болады, себебі көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз қолға жабысқақ болады. Сол үшін ұнды көп пайдаланатын боламыз. Бөліктерге бөліп болған соң, ең бірінші бастап бөлген қамырымыздан бастап жая бастаймыз. Қатты үлкен қылмайсыздар, орташа қамыр жасап жайып шығамыз. Қатты қалың, қатты жұқа болып кетпеу керек. Көріп тұрғандарыңызда 2 миллиметрде ғана жайсаңыздар жеткілікті. Қызып тұрған майымызға қамырымызды салып, екі жағын 1-1 минуттан пісіріп алатын боламыз. Қамырдың ортасынан екі жерден кесеміз, себебі майға салғанда қамырымыз көтеріліп кетеді. Сол себепті ортасын кесетін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр өте күшті көтеріледі. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Екі жағы 1,5 минуттан піседі әр беті. Көп уақыт алмайды, жасап көріңіздер. Дәмі де ерекше болады. Себебі су қосқан жоқпыз, тек айранның құр өзінен жасалғандықтан өте ерекше дәмі болады. Бірінші бетіміз пісті, енді екінші бетімізді тағы да 1,5 минутқа қойып пісіріп аламыз. Тоқашымыз дайын болды. Майдан алып, қағаз сүлгінің үстіне қоятын боламыз. Осымен біздің тоқашымыз дайын. Дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады.
ас болсын жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Алла сізге разы болсын. Алдағы уақытта жақсы рецепттер шығаратын боламын. Сау болыңыз. Сізбен бірге болған Мәрзия.